Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 16 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Ағымдағы жобаларды аяқтауға назар аударыңыз. Қазіргі уақытта сіз өзіңізге қиын істерді қабылдауға ғана емес, оларды соңына дейін жеткізуге қабілетті екеніңізді дәлелдеуіңіз керек. Сіздің күнделікті өміріңіз қызықсыз болып жатса да, сіз алдағы бірнеше күнде күнделікті өміріңізде не болатынын білгеннен кейін керемет жұбаныш табасыз. Енді сізге тұрақтылық кезеңі қажет. Бұл келесі үлкен міндеттерді шешуге берік негіз береді. Бүгін сіздің өміріңізге сергектік пен немқұрайлық енгізу қиын болмайды. Әсіресе егер сіздің айналаңызда көңіл көтеруді білетін достарыңыз болса, өміріңізді қиындатпаңыз, көп нәрсені ысырап етпеңіз. Сонда сіз күлімсірей бересіз. Өзіңіз туралы ұмытыңыз. Басқа адамдардың өмірінде не болып жатқанын білудің жолын табыңыз. Өйткені дәл осы жерде сіз нақты өзгерістер жасауға көмектесесіз. Шатасқан жағдайды шешу үшін досыңызға сіздің қырағылығыңыз өте қажет. Іс-сапарлар тиімді болады. Олар жаңа серіктестер табуға, қызмет аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Көптеген арыстандар тіпті жаңа перспективалар ашатынын түсініп, қозғалу туралы ойланатын болады. Жаңа жобалардың басталуы байсалды жоспарлаудан кейін мүмкін болады. Сондықтан сіз бұған асықпаңыз. Сіздің жүрегіңіз дәл осы минутта бірдеңе болғанын қалайды. Бірақ сіздің ойыңыз бұл біраз уақыт болмайтынын түсінеді. Сіздің шыдамсыз және прагматикалық тарапыңыз арасындағы шайқас күні бойы жалғасады. Бірақ ештеңеге әкелмейді. Егер сіз жақыныңызға тым қастық жасасаңыз, онда өзіңізге зиян келтіресіз. Сіздің бір нәрсені байыпты өзгертуге және жақын адамдарыңыз үшін жағдайды жақсартуға мүмкіндігіңіз бар. Сіз мұны жасай алатыныңызды түсінгеніңіз өте маңызды. Табысқа жетудің кілті өзіңізге деген сенімділік. Үлкен күш үлкен жауапкершілікпен келеді. Тым көп адамдардан кеңес сұрау азғыруларынан аулақ болыңыз. Біреудің пікіріне қызығушылық танытқан дұрыс, бірақ әркімге ілесіп кете бермеңіз. Өзіңіздің беделіңізді ойлаңыз. Сіздің қазіргі қиын жағдайыңыз туралы ерекше пікір алу үшін әріптестеріңізге хабарласыңыз. Осындай жағдайда тап болған немесе бұрын бастан өткерген адамнан кеңес сұрау керек. Дұрыс шешім қабылдамастан бұрын алдымен басқаларды тыңдауыңыз керек. Бүгін сіздің ойыңыз сіздің кәсіби өміріңізге бағытталатын болады. Сіз шынымен не істейсіз және қандай бағытта жүруіңіз керек деген сұрақтарға жетелейді. Алайда белгісіздік сазына жұтылып кетпеңіз. Кейде сіздің интеллектуалды күшіңіз нағыз қарғыс болады. Бірақ бүгінде сіздің миыңызға көктен идеялар сыйлық болып түседі. Бұл сізге әртүрлі әлеуметтік ортадағы адамдармен берік байланыс орнатуға көмектеседі. Егер сіз өзіңіздің және достарыңыздың арасында теңдіктің әрдайым үстем болуын қалай қамтамасыз етемін, өзім қалағандай қашан олар да маған адал болады деп ойлануға көп уақыт бөлсеңіз, онда сіз онымен тым көп жұмыс жасайсыз. Сатқындықты мойындау қаншалықты қиын болса да, өмір әрдайым әділ бола алмайды. Бұл өзімшілдік пен риясыздық бір-бірімен астасып жатқан шатасқан іс. 16 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.